Менің арнама қош келдіңіз. Менің арнамды жоғалтып алмау үшін осылай подписаться етіп, қоңыраушаны басып қойсаңыз, менің арнамда сізге хаттар келіп тұрады. Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай шелпектің рецептімен бөліскім келіп тұр. Жұмада таңертең азанда тұрған кезде тез пісіре қоятын шелпектің рецептісі. Қараңыздар, шыққанда керемет болып үлпілдеп піседі, ауызда тез ериді. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер менімен бірге. Жұма мүбәрәк болсын. Біздің шелпекті әзірлеу үшін керек ингредиенттің барлығын описаниеге жазып кетемін. Сол жерден барлығын көре аласыздар. Ең алдымен айран міндетті түрде бөлме температурасында болу керек. Сол үшін түнде шығарып қойсаңыздар ыңғайлы болады. Айранды ыдысымызға құйып, қаймақ саламыз. Қант, тұз, бір дана жұмыртқа, сұйық май құйып, барлығын бірдей масса болғанша дейін жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте ұнымыз үлпілдеп тұру үшін міндетті түрде елегіштен өткізіп аламыз. Ұнды бірден салмаңыздар, себебі әркімнің ұны әртүрлі болғандықтан қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Өзіңіз қарап саласыз. Мына жерде мен ас содасын қосып, тағы да біріктіріп араластырып жатырмын. Келесі кезекте тағы да жарты бөлікке бөліп, осылай видеода салып, жұмсақ қамыр иілейміз. Қамырымызды 5 минут көлемінде иілеу керек. Міне достар, қамырымыз дайын болды. Сәл ғана қолға жабысуы мүмкін, ештеңе етпейді. Осылай ыдысымызға салып, полиэтилен пакетімен жауып, кейін бетін орамалмен жауып, 15 минутқа қамырды тындырамыз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді алып қамырды тең жеті бөлікке бөліп тастаймыз. Аздап ұн сеуіп, барлығын осылай домалатып аламыз. Міне осылай тең жеті бөлікке шығарамыз да, кейін ұн сеуіп, аздап осылай дөңгелетіп қамырымызды жаямыз. Міне осылай қамырымыз жайып жатқан кезде табамызға майымызды құйып, қатты отта қыздыра береміз. Қызған майымызға осылай шелпекті салып, пісіріп аламыз. Шелпек өте тез піседі, сондықтан қарап отырыңыздар. Міне достар, осылай сарғайып пісуі керек. Шелпекті майдан шығарғаннан кейін міндетті түрде қағаз сүлгіге салып отырыңыздар. Артық майды қағаз сүлгі өзіне сіңіріп алады. Міне осылай үлкейіп, шар тәрізді үрленіп піседі, ештеңе етпейді, толықтай пісетін болады. Уайымдамаңыздар. Оңай әрі тез жасалатын рецептпен достарыңызбен бөлісіп отыруға кеңес беремін. Ас болсын. Видеоны аяғына дейін қарағандарыңызға рахмет.